Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сын есімнің шырайлары. Жалпы сабақтың мақсаты сын есімнің шырайларын түсіндіру, оларды практикалық жолмен меңгерту, сөздік қорды молайту, тіл байлығын кеңейту және шығармашылыққа баулу. Өткен сабақта жалпы сын есім туралы айтқан болатынбыз. Сын есім заттың сынын, сапасын, түрін, түсін, көлемін, мөлшерін, дәмін білдіретін сөз табы. Қандай, қай сұрақ деген сұрақтарға жауап береді. Енді сол сын есімнің шырай категориясы бар. Олар 4 түрге бөлінеді: жай шырай, салыстырмалы шырай, күшейтпелі шырай және асырмалы шырай. Қазіргі қазақ тілінде жай шырай түрі атау септік, негізгі етіс, ашық рай секілді талас тудырып жүрген мәселелердің бірі. Профессор Исаев осы атауларға күмәнмен қарап, бұл формалар мен сол сөз табының арасында ешқандай да байланыс жоқ деген пікір айтады. Кей академиялық грамматикада шырай түрін 5-ке жіктейді. Алайда біз қазіргі таңда шырайдың 4 түрін оқып жүрміз. Ендеше соларға жеке-жеке тоқталайық. Жай шырай дегеніміз не? Жай шырай дегеніміз заттың түр-түсін, сапа белгісін, көлемін, басқа да сын сипаттарын білдіретін сапалық сын есім. Мысалы, әдемі, көркем, ерекше, биік және тағы басқа. Ал келесі салыстырмалы шырай бір заттың сынын екінші бір заттың сынымен салыстырып, бір-бірінен не артық, не кем екендігін білдіреді. Яғни салыстырады. Олар рақ-рек, рақ-рек, лау-леу, дау-деу, тау-теу, қыл-ғыл-ғылт, қылтым-ғылтым, шыл-шіл, қай-аң-тың деген жұрнақтар арқылы жасалады. Мысалы, көк деген сөзді алатын болсақ, оған рақ деген жұрнақ жалғайтын болсақ, көк, көгірек. Яғни рек деген жұрнақ жалғайтын болсақ, көк, көгірек. Яғни ана зат мынаған қарағанда көгірек деп салыстыра алады екенбіз. Күшейтпелі шырай өзі аты айтып тұрғандай, заттың бастапқы сандық сапасын ерекше бір күшейтіп айтады екен. Олар күшейткіш буындар арқылы жасалады. Мысалы, қап-қара, әп-әдемі, сап-сары дейтін болсақ, бұлар күшейтпелі шырай мағынаны білдіреді екен. Келесі соңғы түрі бұл асырмалы шырай. Аты айтып тұрғандай, бір заттың сынын аса көтеріп жібереді, не тұқыртып төмендетіп көрсетеді. Олар күшейткіш үстеулер арқылы жасалады. Мысалы, ең, өте, аса, тым, орасан зор. Тым кішкене, орасан зор, өте жақсы, аса үлкен, ең қадірлі. Яғни заттың сынын аса бір көтеріп айтады екен. Енді осы ережелерді тағы бір еске түсіре отырып, жаттығу жұмыстарын орындайық. Мына түстерді ата, шырай түрлерін ажырат. Суретте көріп тұрған түстерді ажыратып, соның тұсына шырай түрлерін жазамыз. Күшейтпелі жай шырай жаса, салыстырмалы шырай жаса. Келесі тапсырма: мәтінді оқып шығып, мұндағы сын есімдерді шырай түріне ажыратыңдар. Қара ойға қарағанда сұлу төбе бой шаңырақ. Бұл сөйлемде сын есім бой шаңырақ. Яғни ол шырайдың қай түріне жатады?
Әрине салыстырмалы шырайға жатады. Себебі бойшаң деген сын есім бойшаңырақ деген жұрнақ арқылы жалғану арқылы сұлу төбенің бойшаңдығын естеп тұр, салыстырып тұр екен. Міне осы секілді қалған сөйлемдерді мұқият оқып, шырай түріне ажыратып жазасыздар. Келесі тапсырма: мына өлең жолдарынан сын есімді тауып, шырай түрлеріне ажыратып, не туралы айтылғанына түсінік береміз. Бұл өлеңдердің барлығы ұлы Абай ақынның өлеңдерінен алынған. Бүгінгі үйге берілетін тапсырма: Әбілхан Қастеевтің Абай жаз өлеңінен шығарған Бақанас өзенінің аңғарының суретін мұқият қарап, осы суретке қатысты және де өз ойларыңызды қосып, туған жер, атамекен, отан тақырыбында шығарма жазыңыз. Шығармада міндетті түрде сын есімнің шырайлары болуы керек. Келесі кездескенше сау болыңыздар.